Осы жекпе-жек бола ма әлде жоқ па? Болатын болған соң осында отқан жоқпыз ба? 15 қарашада Майкл Тайсон ағамыз жас американдық блогер Джек Полмен бокс ережесі бойынша жекпе-жекке шығуға ниетін білдірді. Майкл Тайсон ағамызға бұл керек пе, не ойлайсыздар? Комментарийға жазып кетіңіздер. Барлық жазбаларды оқып жатырмын. Қазақ бауырларыңызды қолдағандарыңызға мында бір алғыс. Қателіктер болса айып етпеңіздер. Қателіктерді дұрыстап, сіздерге сапалы контент жасауға тырысамын. Өздеріңізбен бірге шай алып, бүгінгі конференцияны рахаттанып көруге ұсынамын. Джек Полды нокаутқа түсіруге қаншалықты дайынсыз? Толықтай дайынмын. Және де кішігірім қиындықтар болды, ауырдым, бірақ мен кереметпін әзір. Джек бауырым, сенің ақшам бар, даңқым бар. Сен адамдарды нокаутқа түсірдің. Сені не құлшындырады бұндай ең мықты әлемдегі адаммен шығуға? Достар, қараңдар, мен тарихқа өз атымды қалдырғым келеді. Осы маңызды мен үшін. Ей, Нью-Йорк! Ауыздарыңды жабыңдар, Нью-Йорк! Ей, өздеріне бұ, Нью-Йорк! Ей, Нью-Йорк, сендер дәл Майк Тайсон сияқты 20 жыл бұрын ғана жақсы болдыңдар. Сол үшін құрып кетіңдер, Нью-Йорк. Демократиялық қала. Майк, сен ең жек көрінішті адамдардың бірі болдың. Сахнаға шығар алдында. Сенен де жек көрініштірек адаммен жекпе-жекке шығу қалай екен? Білмей тұрмын. Қайтадан айтшы, маған қызық болып тұр. Менің айтқаным, мына жігіт қазір барлығы оған атылып жатыр. Сен баяғыда сонда ең жаман жігіт едің бокстағы, ал қазір ол ең жаман бокстағы жігіт. Енді қаншалықты саған маңызды өзінің әлі де мықты екенді дәлелдеу? Мен дайынмын. Мен мынандай анау нәрселерді айта береміз, бірақ дайынмын мен. Майк дайын екенін түсіндік. Енді сен жайлы айтсақ, Джейк, сен осы соңғы рет Майк Перриді нокаутқа түсірген болатынсың. Ол бар наклдың чемпионы болатын. Ол саған өзінің құрметін көрсетті, бірақ адамдар әлі де сенің даңқыңды түсінбейтін секілді. Осы Майк Тайсонды жеңгеннен кейін сені мойындайды деп ойлайсың ба? Адамдар ешқашан мені мойындамайды, білесің бе? Ол солай болды және солай қалады. Мен мына судан жүрсем, мені жүзе алмайды, сол үшін деп айтады. Мына жігітті барлық адамдар мықты дейді, күші бар, нокаутқа түсіретін күш бар дейді. Барлығы менің комментарияға сені талдырады деп айтады. Адамдардың барлығы маған солай ақалайды. Бірақ мен мына жігітті талдырғаннан кейін не болады? Ол мені жерлеп тастаймын дейді. Джек Полды өлтіріп жерлеймін дейді. Осы барлық әзілдер үшін мен Майкты ұнатамын, құрметтеймін, бірақ енді біз дос емеспіз. 15 қарашада сені талдырамын, өлтіремін. Көреміз кім өлетін, Майк. Көреміз. Майк, сен осы Джек Полдың осындай сөздерін естігенде кім өледі деп айтқанында, сен не ойлайсың ондай кезде? Қандай ойлар ойына келеді осы жас қанышер солай айтқан кезде? Бұл шынымен жас қанышер ма? Сен кішігірім үзіліс алған болатынсың осы жекпе-жекке дейін. Сол үшін енді не болды, сүмелек? Енді әлі де дайынсың ба сен, әлде тағы да керек па үзіліс? Ішін ауырып тұр ма әлі? Қазір жақсырақ сезініп тұрмын өзімді. Сен ауырған кезде сен шынымен ауырдың ба? Немесе қобалжудан шыға алмай қалдың ба? Джек Полдан қорқып. Қатты қорықтым. Ботыма түсіп қойдым. Джек, сен өзің кәсіби бокспен айналысатынды көрсеткің келеді. Сен кәсіби боксшылармен бокстастың, MMA, UFC-дегі жауынгерлерді талдырдың бокстасып.
және де осы барлығын байыпты жасайтынды көрсеттің, бірақ та осыны көрсеткен кезде Майк Тайсон күліп жатыр. Оған не дейсің? Мен оны мына жаққа қоқыр-соқыр үшін алып келген жоқпын. Мен мына жақта 40 миллион доллар үшін талдыруға келдім. Аңыз адамды талдыру үшін келдім. Мына жаққа ойнау үшін келген жоқпын. Барлығы рас, барлығы рас. Барлығы шынымен болады. Джек Пол мен Майк Тайсон жекпе-жегін көресің. Джек Пол Майк Тайсонды талдырады. Ал қалғандары не дейді маған бәрібір. Өзіңді формада ұстап жүр, денсаулығын саған керек болады. Сен 8 раунд 2 минуттық жасаған келген еді. Не, 10 раундтық 3 минуттық жасаған келе ма? Маған форма жайлы айтушы болма, ұқтың ба? Айтушы болма. Мақұл. Саған 10-нан 3 керек па? Саған 10-нан 3 керек па? Абай бол. Саған 10-нан 3 керек па? Көріп тұрсың ба, мәселе неде? Барлығы біледі мен шын сөзімді. Мен не айтсам барлығын жасаймын. Сөзімде тұрамын. Мен нақты факт жайлы айтып жатырмын. Ауыл не болса соны оттайды. Майк, ол өте сенімді көрінеді, қорқынышы жоқ. Оған қорқу керек па? Оған қорқу керек. Қатты қорқу керек. Джейк, сен үшін. Сен өзің барлығын алдын ала жоспарлайсың, өте ақылдысың. Қолында әрқашанда бір нәрселер болады. Сен егерде Майкл Тайсонды жеңетін болсан, Джейк Пол үшін келесі кім, мансабы үшін кім? Көреміз, мен әлі де әлемдік чемпиондық жолдамын, әлі Канело Альвареспен төбелескім келеді, көп сөйлейтіндер көп. Мен осы жақта жасау үшін келдім, әлем чемпионы болу үшін келдім. Ары қарай көреміз не болады. Майк, сен өте көптеген үлкен жекпе-жектерге шықтың. Люкс Льюис пен Эвандермен шыққан болатынсың. Барлық адамдар сені ең мықты деп қабылдады, мойындады. Бірақ енді Люкс Льюис сені Джек Полды ұтады дейді. Енді саған сұрағым, сен мақсатын осы Джек Полды талдыру ма? Нокаутқа түсіріп. Білесің бе, бұл жақта бізде таңдаулар бар. Көреміз не болады. Сен Майк Тайсонды таңдадың, бірақ ол ауырғаннан кейін сен Майк Перримен шықтың. Ол Барнаклдың чемпионы болды. Сен жайлы көп жаман сөздер айтқан болатын. Бірақ та сен бәрібір шықтың. Сен осындай өзіңді қолайсыз жағдайға қойып, егер сені жеңіп қалса ақша ұтылуын мүмкінсің. Неге ондайға шыға бересің? Мен ешқашанда шықпай қалып үзіліс алмаймын, әрқашанда шығып тұрамын. Мен мақсатым мынандай чемпиондар, аңыз адамдарды талдыру, ақшаны көп алу. Мен әлі чемпион болғым келеді әлемдікін. Осы ғана. Адамдарға не дейсің, мына сенен Майк Тайсон 30 жас үлкен және де оны жеңгеннен сені белбеуге жақындыратын ештеңке болмайды деп айтатындарға. Ешқандай маңызы жоқ бұл жекпе-жектің деп айтатынға. Бұның маңызы бар. Бұл үлкен қысым, үлкен сахна, үлкен даңқ. Менен әлдеқайда мықтырақ, тәжірибесі көп, жекпе-жегі көп менен қарағанда. Мен оның барлығын үйреніп алайын деп жатырмын. Осы болашақ жекпе-жектеріме барлығын үйреніп алам. Қара, мен ешқашанда екеуімен де жекпе-жекке шықпаймын. Мен бірақ қарадым сендердің жаттығуларында. Майк Тайсонның МС-ді ұрғанын көрдім. Оның соққысы қылмыстық әрекет болып саналу керек. Джек Пол осындай қанішермен шығуға қалай қорықпайды? Мен ойымша ол тек қана лапан ұрған кезде ғана батыр. Инстаграмда бір күшті болып қояды, бірақ 15 қарашада шыққанда көресің не болатын. Майк, ол саған сені батыр дегенде не ойлайсың? Және ол ешқашанда ондай сен сияқты жауынгермен шыққан жоқ. Және де сенің сөзің бойынша сен жоспарлардың барлығы бірінші соққыдан кейін құрып кетеді дедің. Енді сенің жоспарың қандай бұл жекпе-жекке? Мен сені айырам. Оның быт-шытын шығарам. Жай әрі тез жасайсың ба?
Жоқ, ұзақ және қиын қылып. Ұзақ және қинатып. Сіздерге білмеймін қалай, бірақ Майк Тайсонның ұзақ үзілістері сөйлегендегі маған біртүрлі көрінді. Білмеймін, оған шықпағаны жөн көрген едім. Сіздер не ойлайсыздар? Комментарияға өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Қазақ бауырларыңызды қолдауды ұмытпаңыздар. Сау, аман болыңыздар.